Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Енді біз печеньені табада пісіретін боламыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Алғашқы жасағаннан сәтті шығады, арасы толықтай піседі. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Дәмі тіл үйретін печеньені сізді жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы айранды құямыз. Ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналымда көптеген печеньенің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Ендігі кезекте жұмыртқаны саламыз. Сұйық майды құямыз. Қантты саламыз. Тұзды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Айран мен жұмыртқа бөлме температурасындағы жылы болғаны дұрыс. Енді ұнды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Бастапқы кезде силиконды лопаткамен араластырамын, әрі қарай қолмен илеймін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын. Сонан соң қамырды қалауыңызша бірнеше бөлікке бөлеміз. Сонан соң бір қамырды алып видеодағыдай созамыз. Созылған қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Қаласаңыз қамырды оқтаумен жай печеньеге арналған формамен дайындасаңыздар болады. Барлығы бірдей болу үшін таразымен өлшеп аламын. Қамырды 20 граммнан өлшеп алдым. Қамырды видеодағыдай дөңгелектеп екі жағынан басамыз. Қамырдың барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Мінекей қамырдың барлығын дайындап алдым. Сонан соң алдын ала жай отта қызып тұрған құрғақ табаға қамырларды саламыз. Қақпағын жабамыз. Жай отта астыңғы бөлігі қызарғанша пісіреміз. Сонан соң келесі бетіне аударамыз. Қақпағын жабамыз, астыңғы бөлігі қызарып піскенше қалдырамыз. Ең жай отта пісіреміз, қатты отта пісірсеңіздер арасы шикі болып қалады. Барлық печеньені осы әдіспен пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді табада пісетін печенье дайын. Қаласаңыз қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Алғашқы жасағаннан сәтті шығады, арасы толықтай піседі. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжолпан.